Асқазанның ойық жарасы бұл асқазанның шышты қабатындағы өзгеріс. Онда қорғаныс қабығы бұзылып, эрозия басталады және емделмейтін трофикалық бұзылыс пайда болады. Ауруды байқамау қиын. Жараның белгілері іштің жоғарғы бөлігіндегі қатты ауырсыну, жүректің айнуы, ас қорыту бұзылыстары, іш қату, асқазанның кебуі және толып кету сезімі, кейбір жағдайларда асқазаннан қан кету белгілері болуы мүмкін. Көбінесе аурудың негізгі себебі хеликобактер пилори бактериясының белсенділігі болып табылады. Асқазан жарасы дәрі-дәрмектерді қабылдаудың салдарынан болуы да мүмкін. Атап айтқанда стероидты емес, қабынуға қарсы препараттар. Өйткені бұл препараттар асқазанның шышты қабығын тітіркендіреді, оны біртіндеп жойылуына әкеледі. Панкреатит, қант диабеті және тағы басқа созылмалы аурулар, сондай-ақ бүйрек және бауырдың жеткіліксіздігі асқазан жарасының пайда болуына әсер етеді. Асқазан мен 12 елішектің ойық жарасының негізгі себептері жедел немесе созылмалы психоэмоциональды стресс, тамақтану тәртібінің бұзылуы, қатты және өткір тағамды қолдану, асты асығып ішу немесе құрғақтай жеу, зиянды әдеттер, темекі шегу, алкогольмен әуестену, қаңқа жарақаттары, дәрілік заттардың әсері, конституционалдық және генетикалық факторлар, асқазанның хеликобактерлармен және кандидалармен инфекциялануы. Негізгі белгілеріне тоқталатын болсақ, ауырсыну мезгілге байланысты, яғни күзде, көктемде күшейеді. Эпигастрия аймағында қанжар тыққан секілді ауырсыну пайда болады. Тамақтану уақытына байланысты ауырсыну болады. Егер ауырсыну тамақ қабылдағаннан кейін 15 немесе жарты сағаттан кейін болса, ерте ауырсыну, ал егер 1,5-3 сағаттан кейін болса, кеш ауырсыну дейді. Ас қабылдағанға байланысты құсудан соң жеңілдік болады. Жүрек айну, құсу, құсық, тамақ, өт, қан, нәжіс аралас болады. Жара ауруында қан кету анық және жасырын болуы мүмкін. Қан кету қанды құсықпен немесе қанды нәжіс ретінде бөлінуі мүмкін. Кекіру, қыжылдау, эпигастрия аймағында немесе төс артында жағымсыз әсер болады. Тіл түбірі маңында ақтаңдақ басқан, кейде тіл шеттерінде эрозиялар анықталады. Асқазан жарасының асқынулары, ойық жараның жиі қанауы, көрші ағзаларға жарып өтуі, яғни пенетрациясы, тесіліп кетуі, раққа айналуы. Уақытылы, жедел және созылмалы гастритті емдемесеңіздер, нәтижесінде осы асқазанның немесе 12 елішектің ойық жарасын алып келуі мүмкін. Аталған симптомдар мен аурудың белгілері науқастың жасы мен асқынуына, аурудың даму кезеңіне қарай әртүрлі болады. Және жоғарыда аталған клиникалық белгілердің барлығы бір адамда бірден болады деген сөз емес. Асқазан жарасын емдеу кезінде дәрі-дәрмектермен емделу әрдайым оң нәтиже бере бермейді. Сондықтан асқазанның ойық жарасына жеткізбес бұрын асқазандағы гастритті емдеп алуымыз қажет, немесе осының барлығын алдын алуымыз керек. Медицинада оны профилактика деп атаймыз. Біріншілік және екіншілік профилактика бар. Біріншілік профилактика балалық шақтан рационалды тамақтану, еңбек және демалыс жағдайларын ұйымдастыру, темекі шегумен күрес, ішімдікпен әуестенбеу, дене шынықтыру және спортпен шұғылдану, ерте диагностика жүргізіп, жара алды ауруларды емдеу, созылмалы гастриттер, асқазанның және 12 елшектің функционалды бұзылыстарын уақытылы емдеу. Екіншілік профилактика, үзіксіз терапия жүргізу. Аурулар белгілері пайда болса, өршуіне қарсы ем жүргізу. Ұзақ уақыт диспансерлік бақылау жүргізу. Көктемде және күзде қажет болса, жыл бойы профилактикалық ем жүргізіледі. Қосарланған ауруларды емдеу, яғни сізде басқа да аурулар болса, соларды емдеу. Рентгенологиялық, эндоскопиялық зерттеулер жүргізу. 5 жыл бойы ауру рецидивтері болмаса, пациент жазылды деп есептеледі және диспансерлік бақылауды қажет етпейді.
Ас қорыту жүйесінің ауруларын емдеуде картоп шырынының пайдасы бұрыннан белгілі. Бұл өнім асқазанның шырышты қабығын зақымдаудан қорғайды, қышқылдықты төмендетеді. Жеңіл анестетикалық және қабынуға қарсы әсері бар. Тамыр дақылының шырыны жараның ауырсынуын жеңілдетеді. Сонымен қатар, оның тез жазылуына ықпал етеді. Бірақ оны қалай дұрыс қабылдауға болады? Ол үшін картопты тазалап, шырын сыққыштан өткізу керек. Үкіштен өткізіп, дәке арқылы сығуға болады. 20 грамм қабылдау керек. Шырын тамақтанудан 30 минут бұрын. Бір апта бойы күніне 3 рет қабылдау керек. Екінші аптада қабылдау 2 есе, үшінші аптада 3 есе артады. Төртінші аптада және айдың соңына дейін бір реттік қабылдау 100 граммды құрайды. Картоп пен сәбіз шырыны. Екі танымал және ең басты әрқашан қолжетімді көкөністердің дуэті асқазан жарасымен күресуде өте тиімді. Сусын дайындау үшін картоптың және сәбіздің шырынын 100 граммнан араластыруымыз қажет. Күн сайын таңертең аш қарынға 2 апта бойы ішесіз. Ем ұзақтығы толық 1 айды құрау қажет. Максималды пайда алу үшін асқазан жарасын тек балғын көкөністерден жасауыңыз қажет. Сығылғаннан кейін 10 минуттан кейін шырынның құрамындағы қоректік заттардың концентрациясы 2 есе азаяды. Сондықтан терапияңыз тиімді болуы үшін шырынды сығылғаннан кейін бірден ішуіңіз керек. Келесі емдеу асқазан жарасын прополис пен сары маймен тиімді емдеу. Жараларды емдейтін, қабынуға қарсы, микробқа қарсы әсері бар прополис ас қорыту мүшелерінің ішкі зақымдануын емдеуге көмектеседі. Өнімнің тағы бір керемет қасиеті ол керемет өткізгіш және дәрілік заттардың жақсы сіңуіне ықпал етеді. Емдік әсері бар қоспаны дайындау үшін прополис және тұздалмаған сары май қажет. Прополис 10 грамм, сары май 100 грамм қажет. Оны қайнатпай қыздыру керек. Май сұйық болған кезде оны прополиспен араластырып, прополис түйіршіктерінің еруін күтіңіз. Содан кейін массаны шыны ыдыста біртекті болғанша су ваннасында ұстау керек. Күніне 3 рет тамақ ішер алдында 30 минут бұрын 1 шай қасықтан қабылдау керек. Сүтпен араластырсаңыз болады. Емдеу курсы 1 айды құрайды. 1 айдан кейін 1 апта үзіліс жасап, жаңадан ерітінді дайындап, қайтадан курсты бастайсыз. Келесі әдіс зверобой шайқурайдың ерітіндісін жасау. Зверобой халық арасында табиғи антибиотик деп есептеледі және ең тиімді ем құралы. Шынында да бұл өсімдік жеңе алмайтын ауруды табу қиын. Шайқурай ас қорыту жүйесінің аурулары мен асқазан жараларын емдеуде жақсы нәтиже береді. Құрамында таниндер, шайырлар, қышқылдар, дәрумендер, сапониндер бар. Оның тұтқыр, жараларды емдейтін, қабынуға қарсы бактерицидтік қасиеті бар. Шайқурайдан ерітінді дайындау үшін бізге 15 грамм шайқурай және 200 мл ыстық су қажет. Зверобойды термостағы ыстық суға салып араластырып 1 түнге қалдырамыз. Зверобойдың жылы ерітіндісін тамақтанар алдын жарты сағат бұрын 14 күн бойы күніне 3-4 рет 50 мл ішеміз. Егер ауру түпкілікті жойылмаса, онда терапия курсын қайталауға болады, бірақ 1 апталық үзілістен кейін ғана. Келесі әдіс алоэ жапырағынан тұнба жасау. Ол үшін бізге алоэның 250 грамм жапырағы қажет. Кесердің алдында алоэ гүлі 2 апта бойы суарылмау қажет. Бұл жағдайда өсімдік 3-5 жаста болуы керек. Кесуден кейін жапырақтарды біраз уақыт салқын және қараңғы бөлмеге қою керек. Кесілген 250 грамм жапырақтарды ет тартқыштан өткізіп, оның үстіне 250 грамм бал қосып, араластырып газға қоясыз. Үнемі араластыра отырып, қоспаны 50-60 градусқа дейін қыздырасыз.
осы температураға жеткеннен кейін жарты литр қызыл табиғи шарап қосыңыз. Бәрін араластырып, бір аптаға қараңғы жерге қоямыз. Тамақтанудан 1 сағат бұрын күніне 3 рет 1 ас қасық ішіңіз. Емдеу курсы 21 күн. Алғашқы 7 күнде денені бейімдеу үшін шай қасықпен қолданыңыз. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасауларыңызды сұраймыз. Келесі кездескенше.